Сәлем, идеальный круг сабаққа қош келдің. Мен қазір сумкаларға жалпы әдемілеп, идеальный қылып, домалақты қалай тоқу керектігін көрсетемін. Ең алдыменен менің жібім трикотажная пряжа. Негізі мынау қолданылған. Ең алдымен біз бір шама жіпті шығарып алуымыз керек. Ыңғайлы болу үшін. Одан кейін жіпті жақсылап тартамыз. Мынандай жалпақ болмау керек. Мынандай болу керек. Жіптің аяқ жағын осылай қолымызға ұстаймыз. Екі саусаққа жұмыс жібін ораймыз. Мынандай крестик шығу керек. Енді 6 номерлік крючокты аламыз. Мына бірінші жіптен былай қарай өткізіп, асты екінші жіпті тартып аламыз. Крупный домалақты ұстап тұруымыз керек қолмен. Келесі жұмыс жібі ғой, мінекей. Негізі бұл оң жақта болған ыңғайлырақ. Жұмыс жібін осылай ұстаймыз. Одан кейін бір петлядан өткіземіз. Одан кейін енді 5 петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мынау ұшын қаттылап тартамыз. Бірақ үзіп алмаңыздар. Трикотажная пряжа үзіліп кетеді. Мінекей. Бізде осындай дөңгелек пайда болды. Енді жіпті астына апарамыз. Мына екі ортаны соединять етеміз. Мына жіпті мынандай ұзындау қыламыз. Одан кейін изнаночная жағынан, арт жағынан мына бірінші петляға өткіземіз. Мына жұмыс жібін мына арт жаққа қарай тартамыз. Енді былай қарай өткіземіз. Жұмыс жібі ғой. Осыны дұрыстап тартамыз. Мынаны шығарып тастаймыз. Ортасы егер мынандай ашық болып көрінсе, онда мына құйрығынан мынадан тартамыз. Енді жұмыс жібі мына жағында. Крючокты біз мына жердегі галочкаға тоқимыз. Мына галочкаға, мына жерге емес, мына жерге. Мынаның тесігі мына жерде тұр. Осы тесіктен былай қарай өткізсек, мына жерден шығу керек ол. Мінекей. Мынау перемычка, мына жерде галочка. Осы екі ортадан шығу керек. Жұмыс жібін осы жақтан тартып аламыз.
дәл осы жерге тағы біреу тоқимыз, яғни прибавка. Келесі сәл қиындау болады. Тура осы жерге екіншісін тоқимыз. Мінекей. Қалған петляларды да тура солай тоқып шығамыз. Мінекей, менде соңғы екеуі бар. Енді мінекей, біз бағана соединять еткен жерімізден тағы бір прибавка шығарамыз. Ол міне мына бір жер. Осы жерден мына жерден шығарып прибавка тоқимыз. Бір, екі. Міне. Енді мына екі жерді бір-біріне жалғаймыз. Кішкене осында алайық. Арт жағынан бірінші петляға мына жер емес, мына бірінші петляға арт жағынан саламыз крючокты, және мынаны ілеміз. Арт жағына қарай шығарып аламыз. Тартамыз. Енді мына жерде қараңыздар. Міне, мына жерде міне жіп тұр. Мына астынан емес, келесі галочкадан крючокты саламыз. Мына жерге крючокты саламыз. Міне екі ортадан шығу керек. Одан кейін жұмыс жібін мына жерден бүйтіп тартып аламыз да, дәл осылай болу керек. Мынаны бер жаққа шығарамыз. Бірінші петляны тоқимыз. Енді мен қазір чередовать ететін боламын. Міне, мынау бірінші тоқылды ғой, бірінші петля. Келесі тағы тура осы жерге тағы да столбик без накида тоқимыз. Біздің тоқып жатқан узорымыз столбик без накида в раскол. Міне, прибавка деген осы бір основаға екі жіп тоқылады петля. Келесі петляға, келесі галочкаға, міне мына артынан шығу керек, біреу тоқимыз. Одан кейін тағы да прибавка. Прибавка дегенде екеу бір основаға екеу тоқылады. Біреу, тура осы жерге екіншісін тоқимыз. Келесі біреу, тек біреу ғана тоқимыз. Прибавка. Дәл осылай
осы рядтың соңына дейін тоқып шығамыз. Екіншісі. Прибавка, біреу, прибавка, біреу қылып, до конца тоқып шығамыз. Мінекей, мен соңғы жағына келдім. Прибавка 1, мына жерде прибавка. Тағы біреу тоқимын қазір. Одан кейін мына жерде біреу. Перемычканың астынан шығарамыз. Енді мына екеуін бір-бірімен соединять етеміз. Тура қалай соединять етіп жүрдік, тура солай соединять етеміз. Енді қараңыздар. Алдыңғы рядта мінекей прибавка, мына жерде біреулік кетті, прибавка, біреулік. Енді бірінші тура мына жерге прибавка жасаймыз. Сосын мына екі прибавканың үстіне екеулік жасаймыз. Яғни прибавка прибавканың үстіне түспеу керек. Сонда мына жерде прибавка, екі бір-бірден, прибавка, екеу бір-бірден, прибавка, екеу бір-бірден, тура солай соңына дейін тоқимыз. Қазір мына жерге тура осы орынға тағы да бір прибавка жасаймыз. Мынау бір прибавка. Енді екеу бір-бірден тоқимын. Мына біреу. Міне екіншісін келесі галочкаға кіргіземін. Екіншісі мінекей. Енді мынау прибавка. Бұл жерде одинарный. Прибавка тоқимыз. Енді екеу тоқимын. Дәл солай соңына дейін тоқып шығыңыздар. Мен қазір ғана прибавка тоқыдым. Келесі енді біреу тоқимыз мына жерге. Мына жерге тағы біреу тоқимыз. Мына екеу. Прибавка, екеу. Бұл қатарды бітірдік. Дәл осылай өздеріңізге керекті размерде тоқи бересіздер. Мысалға, мен домалақ сумканы тоқу үшін 10 ряд тоқимын. 10 қатар. Мінекей мына жерде основа, мына жерде 2-2-ден прибавка жасадық. Одан кейін 2-де 1, прибавка 1, прибавка 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деп кете береді. Маған енді бір ряд қалды. Сосын осындай идеальный круг шығады сіздерде. Ал енді сәттілік, егер осындай әдемі доп-домалақ круглый, идеальный круг тоқып жатсаңыздар, онда менің парақшамды белгілей кетіңіздер. Мен қуанып қаламын. Сіздерге сәттілік тілеймін.